Мына мәселені дұрыс түсініп алған жөн. Адам жасаған күнәсіне қарай бірден діннен шығып кетпейді. Біздің сеніміміз бойынша амал иманның өзі емес. Яғни үлкен күнә жасаған мұсылман кәпір болмайды. Егер адам Алланы бір деп есептеп, калимай таухидты жүрегімен қабылдап, тілімен айтып, исламның үкімдерін мойындаса, ол діннен шықпайды, бірақ күнәһар болып есептеледі. Құранда әй иман келтіргендер, Аллаға шынайы тәубе қылыңдар деп айтылған. Мұнда үлкен күнә жасаған адамдардың өзіне мөминдер деп айтылуда. Бұл олардың күнәсі үшін діннен шықпайтынын көрсетеді. Сондықтан адамдармен қарым-қатынаста бір-бірімізді айыптап, діннен шығарып жіберуге асықпауымыз керек. Керісінше түсіністікпен қарап, жақсы сөзбен насихат айту маңызды. Әрбір мұсылман үлкен, кіші демей, барлық күнәдан сақтануға тырысуы керек. Себебі күнә жүректі қарайтады, ал тәубе оны тазартады. Алла тағала тәубемізді қабыл етсін.